осындай керемет майда бауырсақтардың рецептін сіздерге ұсынамын. 3-тен 1 стакан сүт, 1 ас қасық майонез, жарты шай қасық тұз, 1 ас қасық сары май, және де 1 ас қасық қант, және 1 шай қасық дрожжи. Сосын 1 стакан қайнаған ыстық суды қосасыздар, егер де май сіздерде мен сияқты ерімеген болса. Және де ұн, жарым стакандай ұн қосамыз. Қамырымыз жұмсақ болғаны жақсы. Қамырымызды үстіп ұзын жасап аламыз да, колбаска сияқты. Сөйтіп тураған кезде бірінші бір жағын, сосын екінші жаққа қаратып турасаңыз, кейін ол жаңағыдай қуырылған кезде өзі домаланып кетеді. Басын оңға, сосын солға қаратып кесу керек. Бір кескеніз келесі жол басқаша кесу керек. Өзі осындай 3 бұрышты сияқты істе бауырсақтарымыз қуырылған кезде домалақтанып өсіп кетеді. Қыздырылған сұйық майға осы бауырсақтарымызды саламыз. Майыңыз қызған болу керек, және де бауырсақтар батып тұратын болса, онда бауырсақтар жақсы піседі, екі жақта жақсы піседі. Сөйтіп араластырып тұрсаңыздар, ол бауырсақтарыңыз біркелкі қызарады.